Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін кешкі асқа тауықтың сан етінен өте дәмді тағам дайындадым. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Жасалу жолы оңай, тойымды, қасына кез келген өздеріңізге ұнайтын гарнирмен ұсынсаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Тауықтың сан етін жақсылап жуып, артық жерлерін алып тастайсыздар. Кейін пышақтың көмегімен дәл видеодағыдай етінен терісін ажыратып алатын боламыз. Мен тауықтың 3 сан етін пайдаландым. Осылай дәл видеодағыдай барлығын жасаймыз. Негізінде терісі етінен тез алынады. Басында қиын болып көрінгенмен оңай дайындалады. Барлығын осылай терісін алып аламыз. Кейін етінен сүйегін ажырататын боламыз. Бізге сүйегі қажет емес, толықтай тауықтың еттері қажет болады. Сондықтан артық сүйектерін аламыз. Одан кейін дайын еттерімізді алып, ет тартқыштан немесе мен блендермен өткізіп алдым. Барлығын осылай блендермен өткізіп аламыз да, оның үстіне 3 бас жуаны майға қуырып аламыз. Қуырылған 3 бас жуамызды саламыз. Кейін татымына қарай дәмдеуіштер қосасыздар. Тұз, қара бұрыш, паприка және де кинза қолдандым. Жақсылап араластырамыз. Одан кейін біз терімізді жақсылап жуып дайындап аламыз. Кейін оның үстіне осы начинкамызды салып шығамыз. Мен 3 тауықтың сан етін пайдаланғандықтан үшеуіне тура бөліп начинкасын салдым. Ешқандай тігудің қажеті жоқ. Дәл видеодағыдай осылай жасап шығамыз. Өте оңай. Одан кейін духовкада 180-200 градуста бетін фольгамен жауып, толық 1 сағат пісірамыз. 1 сағаттың ішінде етіміз дайын пісіп шығады. Мен 200 градуста 1 сағаттай пісірдім. Көріп тұрғандарыңыздай, бізде етіміз дайын, өте дәмді, сочный болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шықты. Өзіме қатты ұнады. Қасына кез келген гарнирмен ұсынсаңыздар болады. Міндетті түрде жасап, каналға тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Менімен болғандарыңызға көп рахмет. Алда көптеген өте дәмді рецепттермен бөлісетін боламын.